Сәлем бүгін ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану. Біз қалай ондық бөлшектерге амалдар қолданамыз, оны шешу барысында біз қандай амалдарды қолданған бізге тиімді, сол бойынша бүгін сөз қозғайтын боламыз. Сол үшін бізде бүгін берілген бізде 5 есеп, сол 5 есепті қалай шығарылу жолын сендермен бірге талқылайтын боламыз. Так, вообще ондық бөлшек дегеніміз не? Вообще оны біз қалай есепте қолданамыз, ондық бөлшек дегеніміз өтірмен жазылған сандар, 1,5, 2,135 тағы сол сияқты кете бере шексіз көп сандар. Енді біз бірінші есепке назар аударатын болсақ, бұл жерде көбейту де қосу да барлық амалдар берілген. Бұндай жағдайда біз анықтап міндетті түрде ешқандай жақшасыз беріліп тұрғандықтан біз әрқашан бірінші көбейтуді орындаймыз. Сосын екінші жолда тағы екінші, үшінші жол бізде екеуіне шыққан мәнді қосамыз. Так, олай болса біз бағандап көбейтуді жүзеге асырайық. Яғни 1,8-ге көбейтеміз 3,5-ті. Қалай болады? 0, 4 ойда 5, 9, 3-ті 8-ге көбейтем менде 4, 2 ойда 2 ойда 3-ге көбейтсем ойдағы мен 5 болады. Демек менде 0, 3, 1 ойда 6, 6. Демек енді санайым қара. Өтірден кейін неше цифр бар менде? 1 цифр, және 3-тен кейін 5, 2 цифр. Демек мен 1, 2, 2 рет санда өтірсізден. Демек менде шыққан сан қандай? 6,3. Мерке жазып қоямын. То есть 6,3 деп. Қосу таңбасын қалдырып қойын. Енді екінші 15-ті көбейтем нешеге? 0,42-ге. Сіз қоям. 2-ні көбейтем 0 бір ойда, 2-ні көбейтем қанша болады? 2 ойдағы 3 болады. 4-ті көбейтем 0, 2 ойда болады. 4 көбейтем ойдағы 2-мен қанша? 6 болады. 0, 0 деген сияқты. Енді 0, 3, 6, 0 болады. Енді өтірден кейін қанша цифр бар, соны санаймыз бізде. Өтірден бұл бірақ жерде 0,42. Бұл бізде 2 цифр. Енді біреу 2 цифр болғандықтан мен 0-ден бастап мысалы 1, 2-ден өтір мына жеріне істеп. 6-ның алдында 0,3 еді, 3-тен кейін 0,3 өшіп кеткендіктен менде тағы да 6,3 деген цифр шығады. Демек екеуінің қосындысы менде қанша болады? 12,6. Так, жауабымызбен сәйкестендіреміз. Бізде дұрыс шықты деген сөз. Енді дәл осылай екінші есепті шығарамыз. Бізде екінші есепте не сұрап тұр? Екінші есепте бізде жақша берілген қосынды. Ең шыққан мәнді 0,1085-ге бөл деп тұр. Оны қалай жүзеге асырамыз? Демек, екінші есеп жазып қоямыз. Сразу мен бағандап қосуды орындап кетейін, жақшаның ішіне орындайын. Сразу мысалы мына жерге жақшаның ішіне орындайын. Ол деген сөз 0,1955-ге мысалы 0,187. Жерге қосу таңбасын ұмытпайын. Так, бұл жерде ең көбісін жібереді қателігі, мына нәрсені түсіну керек. То есть 19,55 берілді ма? 0 өтірдің астына сәйкес келу керек. 187 жетпеген цифрдің астына мен 0-ді тіркеймін. Сонда барлығы дұрыс болады. Кейбіреулер болады, не істейді? 0,19,55-ді жазады да 0,187 дейді да, мына жерге 0 тіркеп қояды да, бұл үлкен қателік, дұрыс жасамаймыз. Демек біз есепті қалай жүзеге асады? Қосу 5 болады. Мына жерде 5-ге 7 қоссақ бізде 12 ойда. 9-ға 8 болса 17 ойдағы 8. 1-ге 2 ойдағы 1 мен 3 болады. Өтір қоямыз, 0-ге 0 болады. Демек, жақшаның іші 0,10,038,25. Шол бізде шыққан мәнді 0,38,25 деген санды бөлемін нешеге? 0,1085-ге. Давайте маған ыңғайлы болу үшін сразу бұны бөлшек түріне жазып алсам да болады. Бөлшек маған ыңғайлы. Яғни 0,38,25-ті бөлемін нешеге? 0,085-ге. Енді бұл жерде түсінетін бір зайт бар. Бізге мұны 0-ден кейінгі өтір деген санды осы жерде жоқ қылуға болады. Екеуі де ондық бөлшек болып тұр. Демек не істеймін? Мен ең үлкені мынау болғандықтан, 0-ден кейін 4 цифр тұрғандықтан, осындағы өтірді соңына жүрім. Яғни 1, 2, 3, 4. Яғни 38, 25. Яғни 3825-ге тең. Төмендегі тұрған санда дәл солай істеймін. 1, 2, 3, 4. 4-ші жерге 0 тіркеймін деген сөз. Демек төменді неше? 850-ге. Демек мен бағандап 3825-ті 850-ге бөл деген сөз ғой. Мынау қалай болады? Дәл өзін бағандап бөле салайық. Яғни 4-тен берем. Неше болады? 0 болады. 4, 2 ойда болады. 32 ойдан 4 азайтсақ. 5 болады. 2 болады. Мына жерден 2 түседі деген сөзде. 4 түседі. Ойдағы 1 0 алсақ, мына жерде өтір пайда болады. Демек, мен не істеймін? Дәл осы жерде
5'ten berem degan söz. Sonda bize neçe çıkacak cevabı? 0, 5, 2 oyda, 40 oyda, 40. 2 azaytgan кезде 0 çıkadi. Demek cevabı 4,5. Bizde 8 kelip tur. Üçüncü esepte bizde екі жақша оқшаулап тұр. Сонда ондық бөлшектерді қосындысы екінші жақшада да қосындысы бірінші осыны орындаймыз, екінші осыны. Екеуіне шыққан мәнді ең соңында не істейміз? Бір-біріне көбейтеміз деген сөз. Жақсы, бірінші жол деп қояйын. Не істеймін? 2,65-ді бағамдап шығара берейін. 7,135-ке не істеуім керек? Қосуым керек екен. Демек, 5 0 бір ойда, 6 3 9 0 бір ойда болады. Өтірме-өтір жазып қоямын, 7 9 10 болады. Демек, есептің жауабы бірінші жақсы 10-ға тең деген сөз. Енді екінші жақша деп қояйын. 3,59-ға қосамын 0,04. Өтірмен өтір міндетті түрде сәйкес келу керек. Сондықтан соны міндетті түрде қарау керек. 9-ға 4 қосамыз бізде 13 бір ойда. 5 ойдағымен 6 болады. Өтір кетеді, 3 болады. Демек, екінші жақшамыз бізде 360, бірінші жақша 10 болды. Енді бізде үшінші жол деп қояйық. Үшінші жол қалай болады? 10-ға көбейтемін 3,63. Мұқият тыңдаймыз. Осы жерде 10 болсын, 100 болсын, 1000 болсын, мына жерде неше 0 болады? Мына үтірді сонша есе 10-ға жылжытады деген сөз. Демек, 63-ті 10-ға көбейтсем, бір үтірді 10-ға жылжытқан кезде 36,3 деген сан шығады екен. Да, біздің жауапқа мұқият мән береміз. 36,3 шықты деген сөз. Түсіндік қой? Егер де 3,63-ті көбейтемін 1000-ға десек, бұндай жағдайда мына 0 3 болғандықтан үтірді 3 рет жылжытамыз. Ол деген сөз 1 2 3 мына жерге бір 0-ді тіркейміз деген сөз. Сондықтан 3630 шығады деген сияқты. Неше 0 бар, сонша үтірді 10-ға жылжыта береді екенбіз. Төртінші есепке мұқият мән берсек, түрі қорқынышты болғанмен, бірақ ең оңай шығатын есептердің бірі. Өте ұзақ болғанымен есеп өте оңай жүзеге асады. Бірінші мұқият мән берсек, бұл жерде бөлу мен қосу таңбалары өте көп қолданылған, бірақ біз не істейміз? Жақша болмағандықтан бірінші мынаны орындаймыз, екінші мына бөлуді орындаймыз, үшінші мына бөлуді, төртінші мына бөлуді. Бесінші ең соңында шыққан санды барлығын бір-біріне қосамыз деген сөз. Жақсы, бізде төртінші деп қояйын. Мен шығаруды бастаймын. Бірінші не істеймін? 12,4-ті бөлемін, бағандап сразу бөле берейін 8-ге деген сөз. Маған өтірден қозғалу керек, 124 болса, мына жерде 1-0 пайда болады деген сөз. 80 болады деген сөз. Демек, мен не істеймін? Мына жерге түсініктірек болсын. Мен сразу 124-ті 80-ге бөліп жатырмын деп елестетемін мен. Бұнда қалай болады? 124-ті өзім 1-ден беремін. Демек, 80 болады деген сөз. Азайтсам, менде неше? 4 44 болады деген сөз. Ойдан 0 алдым. 0 қосқан кезде міндетті түрде мына жеріне үтір пайда болады деген сөз. Демек, қалай болады? Ар жақтары 5-тен беремін. Сонда 5-тен берген кезде 0 4 4 деген сөз. 400 деген сөз. Демек, 0 4 түседі. Тағы 0 ойдан берген кезде 1,55 болады. Демек, 400 болады деген сөз. Демек, 0 азайтқан кезде. Демек, бірінші ақшамызды нешеге шықты? Мынаншаға шықты. Енді екіншіге мән беремін. 0,155-ті бөлемін нешеге? 30-ға. Жаңағыдай жасайын. 0-ді кейін үтірді соны алып өтпеймін. 1 2. Демек, 1 2 деген сөз. Түсініктірек болу үшін мына жерде 15 санын қалдырайын. Бірақ мұқият қараймын. Мына санға қарағанда не болып тұр бізде? Мына санға қарағанда кішкентай болып тұр. Сондықтан мен не істеймін? 0-ден беремін. 0-ден берген кезде 150 болады. Үтір қойып аламын, себебі 0-ді ойдан алдым. Тағы бір рет 0-ді беремін, 1500 болады. Тағы бір 0-ді берген кезде 15.000 болған кезде ғана бұл надан не болды? Надан үлкен бола алды. Нешеден беремін? Енді мен 5-тен бере аламын. Сонда менде барлығы 15.000 болады жауап. Екіншісінің жауабы 2 деп қояйын. Үшіншісі бізде қандай сан? Бізде 0,25-ті бөлуіміз керек екен нешеге? 4-ке деп тұр. Дәл солай не істеймін? 0-ден кейінгі үтірді мен соны 25-ін соны алып тұрамын. 1 2. Яғни 4-тің алдына 1 2 0 қостық деген сөз. Нақтырақ түсінікті болу үшін мен не істеймін? Мерге 25 деп жазып қоямын. Енді қараймын. 25 400-ден үлкен ба кіші ме? Кіші әрине. Сол үшін 0-ден беремін бірінші. Үтір қойып аламын.
Мында бияка 0 косулат деген сөз. 250 жете ме турчу? Жок, тагы 0ден берем деген сөз. Сонда тагы 0 косулат. Енді жете ме? Я, жетет. Бул неше берем? 400, 220 6 рет бар, Сондықтан 2400 көбейтем деген сөз. Азайтсақ бізде 100 шығады. 100-ді тағы бір ойдан біріп алам. Сол кезде неше пайда болады? 2-ден берем деген сөз. Яғни 800 болады. Азайтқан кезде 200 шығады. Ойдан 200, ойдан 1 нөлді алам, сол кезде 2000. Нешен берем? 5-тен берем деген сөз. Осы жерде 2000 болады да, азайтқан кезде 0 шығады. Демек, төртінші жағдайда қалай болады? Төртінші жағдайда деп алайын. 15-те 3-ті бөлемін нешеге? 5-ке. Жаңағыда бір отырсынсаң 0 қосылады деген сөз. Түсінікті болу үшін 3 деп қоямын. Нешеден беремін? 3-тен беремін. Демек, сәйкесінше 150 болады. Азайтқан кезде 3 түседі, қалған бір 0 болады. Демек, ойдан 1 0 алған кезде өтірі пайда болады деген сөз. 30 келе ма? Жоқ, 30. 0-ден берем. Тағы енді келе ма? Я, келеді. Демек, бұнда жерде 300. Енді осы берілген 4 санда мына сан бар, мына сан бар, мына сан бар, мына сан бар, мына сан бар. Барлығын бір-біріне қосамын. Ең соңында қалай болады? 5-ші жол деп қояйын. 1,55-ті қосамын. 0,1000-нан 5-ке қосамын. 0,0625 қосамын қанша? 3,106-ға тең деп қояйын. Давайте маған түсінікті болу үшін барлығын бағандап қоссақ дұрыс болатын сияқты. Яғни 1,55, 0,1000-нан 5, 0,1000-нан 625, мына жерде 3,106. Мына өтірлі барлығы бір-біріне сәйкес келу керек. Цифрлардың астына сәйкес келмей 0-ді қоса беруге болады деген сөз. 0,106 мына жерге жазылады. Қалған екені 0 тіркей жіберемдерге 0 бар деген сөз. Демек, барлығын қоссақ 5 болады, 7 болады. Мына 12, 7 бір ойда болады. 5 ойдағы 6, мына неше болады? 4 болады. Біздің есептің жауабы осы болады. Енді жауабын тексерейік. Қараймыз. Өте дұрыс шықты деген сөз. Демек, есебіміз осылай жүзеге асады екен. Бұл бізде үй жұмысына арналған есептер 10-дық бөлшекке жалпы қамтылған.